Желіде сұмдық ақпарат тарады. Сәлеметсіздер ме, қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан ең шұғыл жаңалықтарды біріншілерден болып білгіңіз келсе, біздің арнамызға жазылып өтіңіз. Видео астына бір дана лайк және жазу түймелерін басып қойыңыз. Қолдарыңыз қабатулланың қабырғаларына тисін. Біз сізге ең жақсын жеткіземіз. Ендеше біз бастадық. Жоғары сынып оқушысы 14 жастағы қызды пышақпен қорқытып зорлап келген. Түркістан облысында 11 сынып оқушысы 14 жастағы қызды пышақпен қорқытып зорлап келген деп хабарлайды Арбат медиа. Бұл туралы қоғам белсендісі Дина Таңсары әлеуметтік желіде ақпарат таратты. Биылдың өзінде күдікті 14 жастағы қызға 9 рет зорлық-зомбылық жасаған. Қыз қорыққандықтан бұл әрекет жайында ешкімге айтпаған. Тіпті жігіт өз-өзіне қол жұмсап өліміне кінәлі етіп қызды көрсететінін айтқан. Түркістан облысы полиция департаменті оқиғаның толық мән-жайы анықталып жатыр. Полиция Сайрам ауданы тұрғынының арызы бойынша кәмелет жасына толмаған таныс тарапынан оның кәмелетке толмаған қызына қатысты құқыққа қарсы іс-қимыл фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізуде. Бұл факт бірден Қазақстан Республикасы құқықтық кодексінің 122 бабының 1 бөлігі бойынша 16 жасқа толмаған адаммен жыныстық қатынас немесе жыныстық сипаттағы өзге де әрекеттер бойынша тіркелді. Оқиғаның толық мән-жайы анықталып жатыр және сараптама нәтижесі бойынша заңды процестік шешім қабылданатын болады. Басқа жақындарыңызға тезірек сақ болу үшін видеоролигімізді жақындарыңызға таратуды және де лайк басуды ұмытпаңыз, қымбат көрермен. Алайда жақсы тарату, оны жасаумен тең екенін ұмытпайық. Сау сәлеметте болыңыздар.